Достар, бәріне сәлем. Сіздермен желден Нұралы крипто және біз бүгін менің осы аптада ашқан трейдтарымды разбор жасайтын боламыз. Так, енді осы аптада менде 12 трейд ашылыпты және де 12 трейдті қазір талқылайтын боламыз. Так, енді бастайық. Бізде апта нешесінен басталды? Бізде апта 1-нен басталды. Бірі күні бізде американский рынок жұмыс жасамағандықтан, плюс аптаның бірінші күні болғандықтан және де кварталдың бірінші күні болғандықтан менде ешқандай трейд ашылмады. Плюс менде енді қарап отырсақ, көп активтерде бізде дүйсенбі күні ешқандай қатты волатильность болған жоқ. Активтер бізде өзін қатты көрсетпеді, ешқандай волатильность қатты болмады, сондықтан бұл күні ешқандай трейдтар менде алынбаған болатын. Ал менде трейдтар екісі күннен басталып отыр. Енді сол трейдтарға көшейік. Так, бізде бірінші трейд ол алтын бойынша болды. Алтын бойынша -1 стоп-лосс алдым. Және де ол менде шортқа қарай ашылған мына трейд екен. Давайте қарастырайық. Так, енді бұл жерде мен шортқа ашылдым. Не себепті? Себебі біз сол жақтан all time high'ды шешіп алдық. Шешіп алған соң бізде Азия не істейді? Азия бізде мына жақтан ликвидность шешеді. И содан кейін 1 сағаттық таймфреймда бізде мына жерде имбаланс қалдырады. Осы имбаланстан мен позицияға кіремін деп шештім. Себебі мына жерде бізде не? Былай ешқанда мына екеуін как equal low ретінде есептеп шортқа қарай алдым. Бірақ бізде көріп отырмыз, маған не істеді? Стоп-лосспен жапты. Енді бұл жерде мен бірнеше трейд аштым, 3 трейд, и соның барлығы менде стоп-лосспен кетті. Так, енді қарайық. Біріншісі менде мынау шортқа кірдім, баға мына ликвидностьтарға дейін барды, бірақ не істеді? Стоп-лосспен жауып тастады. Енді без убыток қоюға болатын еді, бірақ 18:30 кезінде менде жаңалық болды. Жаңалық кезінде уже ол кезде қатты стоп-лосс қойғым келмеген болатын. Жалпы осындай 3 бірдей бір идеяны былай айтқанда шортқа қарай алып стоп-лосспен кеттім. Енді бүгін менде скорее всего овертрейдинг болды және де соның кесірінен мен бірнеше стоп-лосс алдым. Так, бұл бізде алтын бойынша так тұрған мына жердегі, так, мынау бізде бірінші, так, мынау бізде так фунт емес, мынау бізде екінші, вот екісі күнгі алтынның стоп-лоссы. Да, осы жерде бірнеше қылып жазып тастадым. Так, содан кейін менде екінші трейд, қарайық. Екінші трейд менде ол фунт бойынша болды. Фунт бойынша тоже 2,6% минус. Так, ол менде мынандай трейд болды. Енді бұны неге жинадым да, оны қарастырайық. Жинау себебім біз 4 сағатқа өтетін болсақ, так, давайте вот слай алайын. 4 сағаттық таймфреймға өтетін болсақ, бізде не істеп жатыр? Баға келіп астынан ликвидность шешеді, имбаланс толтырады, закрепление береді, және де осы движениенің дальше жалғасуына позиция ашқан болатын. Так, баға келді, төмен қарай құлады импульсына. Құлаған соң мен мына жерде стоп-лосспен жабылдым бір трейдімді. Стоп-лосспен жабылғаннан кейін мен ойладым, что мына жерде индюсмент болып ликвидностьті қосымша шешіп алды ма деп, тағы да бір трейд былай алып жібердім, но соңында менде бәрібірде стоп-лосс болды. Стоп-лосс болу себебі бұл жерде бізде, кажется, новость жаңалық шыққан болатын. Англияның 30 жылдық облигациялары максималды пайда әкеп өсім беріп тұр дегендіктен, немесе тағы да басқандай бір новость болды. Екісі күні қарап көрсеңіздер, ешқай жерде жоқ, даже Forex Factory'да тұрмаған новость арқылы мен резко импульспен стоп-лоссқа жіберді. Және де бұл движениені ешкім тоқтата алмады. Так, және осындай менде стоп-лосс орын алды. Так, бұл бізде екісі күнгі болған. Так, екісі күні тағы қандай трейд қарастырдым. Екісі күні вот алтын бойынша вот тағы тура сол трейд. Так, екісі күні бізде уже 2 трейд аштым. В общем, осылай стоп-лосспен кетті. Ладно, ештеңке, ничего страшного деп қойдым. Так, бізде келесі күні үші күні болды. Үші күні не болды? Так, үші күні менде, давайте қарайық, не ашыптым? Ол гер 40-ты аштым. -1 риск реворд, то есть стоп-лосс болды. Бұл трейдқа мен 2,5%-пен кіргенмін. Және менде ол трейд бұлай орындалған болады. Негізі, по идее, бағыты дұрыс, бұл соңында take profitке мына жерге барды, бірақ мен просто өзім ертерек кіріп
қойдым. Так, қарайық, бізде вот мына жерде минус 2,5% примерно. Және кіру себебі логикасын давайте қарастырайық, я. Так, 1 сағатқа өтейік. Өтетін болсақ, так, давайте өшіріп тастайын. Бізде келесі трейд, ол тұра берсін пока что. Так, қарайтын болсақ, біз не істедік? Біз мұнарадан бір вот на ликвидності шештік, кішігірім болсын да, вот асып тұрмыз. Шешкеннен кейін біз жоғары қарай реакция бердік импульсына. Так, содан кейін біз не істедік? Біз, так, мына жердегі Азия келді, имбалансты толтырды. Толтырған соң кіші таймфреймда бізде қосымша мына жердегі фракталды шешті. Және Франкфурт ашылған кезде бізде мына жерде имбаланс қалдырып, жоғары қарай бағаның направлениясын, импульсын көрсетті. Енді мен take profitті мына жерге қойдым, себебі мына жерде equal highlар болды. Енді обычно осы жерге бару керек. Да, бірақ бізде Лондон ашылған соң Франкфурттың максимумын шешіп алып, бізде бағаны манипуляция жасап, төменге қарай мына жақтағы ликвидностьтарды алуға түсіріп жіберді. Даже мына жердегі соңғы ликвидностьті шешіп алған соң, бірақ өстік. Енді бұл жерде мен безіп ұтық қоймадым, өкінішке орай, және де 2,5% минус стоп-лосспен жабылдым. Ничего страшного, я өйткені бізде лимит бар стоп-лосс бойынша и так далее. Так, енді келесі трейдті қарайық. Бұл бізде стоп-лосс болды, окей дедім. Келесі трейд менде вот 240 бойынша орын алды. Так, ол бізде, давайте қарайық, ол бізде, так, бір трейд бұлай алынған екен. В общем, риск бойынша бірнеше трейд ашқан болатымын. То есть, мынау бізде риск аз трейд болды. Мына жерде Азия, то есть Франкфурт басталғанға дейін 5 минут бұрын кіріп үлгердім. Take profitті мен мына жерге қойдым, баға take profitпен успешно жабылды. То есть манипуляцияға дейін түстік, бүкілін отырдық, бірақ баға take profitпен барып жапты. Так, сосын Лондон ашылғаннан кейін мен тағы да бір трейдқа кіремін дедім. Ол менде мына аралықта орын алды. Так, 400, так, 537 примерно осылай. Стоп-лоссты мен мына ликвидность шешкен минимумның артына қойдым. Take profit менде бұлай болды. Примерно 2 риск-реворд, жалпы жаман емес. Енді бұның логикасын қарастырып көрейік. Так, бізде мына жерде снятие бар, да, жоғары қарай өскен, біз импульсына имбаланс қалдырғанбыз. Имбаланстың ликвидностьін шешіп алдық. Және енді жоғары қарай өспеймін қарадым. 3 минуттық таймфреймнен өзіме конфирм алдым. Енді ол конфирм қалай болды? Ол конфирм менде баға мына жерге төменге түскеннен кейін мына жақтағы ликвидностьті шешіп алған көрдім. Так, ликвидностьті шешіп алған көргеннен кейін менде 3 минутта мына арада имбаланс қалған болады. Осы имбаланстаған реакциясын көрдім бағаның. Баға келді, агрессивна түрде жауап берді, имбаланстан реакция көрсетіп. Және осыдан кейін мен осындай лонгқа қарай позиция аламын деп шештім. Бірақ енді бұл позициямды мен қай жерде жаптым? Мен мына максимумдан Франкфурттың хайынан, Лондонның хайынан жауап тастадым, өкінішке орай. Себебі мен сағат мына жерде 1:52 кезінде уже университетке сабаққа бара жатқан болатын. Так, жаңағы скриндар, вот некий трейдті осылай жапқан болады. Так, түсінікті деп ойлаймын, я. Так, бұл бізде тейкпен жабылды. Так, енді келесі трейд ол менде так, гер 40, потом фунт бойынша. Так, бұл бізде қалай орын алды? Так, бұл менде мындай трейд болды. То есть, лоудан, свиптан позиция жинадым. Енді бұны қарап отырса сәл нелогичнылау болуы мүмкін. Вот take profit емес, өзім қолмен мына максимумда жабыламын деп шештім. Так, енді логикасын қарастырайық. Так, егер біз жоғары таймфреймға өтетін болсақ, бізде бұл жерде не? Біз, давайте дневкадан бастайық даже. Дневкада біз төмен қарай түскенбіз, я. Имбаланстың ішіндеміз, мына жақтағы тағы да бір имбалансқа кіргенбіз. Содан кейін 4 сағатта қарайық. 4 сағатта бізде не бар? Бізде мына максимум бар. И сосын мына минимум бар. То есть мен бұл жерде range high, range low
қолдандым. То есть баға келді, мынаның минимумын шешті, значит ол қайда барады, значит ол дальше жоғары қарай мына максимумға бару керек деген теорияны қолданып бірінші трейдті мен ровно баға осы жерге келген кезінде 1%-пен алып кіріп үлгердім. Я так 72 бағасында. Так, тейкті мен мына жерге қойған, баға успешно мен тейкпен жабушы еді, егер мен сәл күте тұрған кезде, мен алдында мына жерде жабылдым. Өйткені мен монитордың алдында отырғанға уақытым сәл болмады. Сондықтан бұның барлығы мониторить етіп отырғанға уақыт болғандықтан мен жауып тастайын деп шештім. Так, енді келесі мына трейдқа қарайық. Мына трейдта бізде, так, давайте мен мынаны өшіріп тастайын. Мына жерде мына реакция алынды. То есть баға келді, агрессивно реакция беріп өсіп жатыр. Және де осы реакция движенияны дальше жалғастыру үшін алынған трейд. Бұл жерде тоже самое фикс. Мына жерде орын алды. Негізі по идее дальше мынаған дейін ұстаса болатын еді. Әттең мен ұстамадым да. Атак негізі примерно бір 20-30 минуттай ұстаған кезде, ол кезде мен әдемі қылып жабушы едім. Сондықтан, в общем, до конца трейдті негізі күту керек. Так, түсінікті деп ойлаймын. Превью дайлауды шештік. Мына жердегі ликвидностьқа бардық. Все. Так, келесі менде трейд ол. Так, мына жерде фунт, мынау тоже екеуі бір трейд негізі. Бірде 4 риск реворд деп. Так, келесі трейд үшігіні. Бұл осы трейдтар ғана алынды. Басқа менде ешқандай трейдтар алынған жоқ үшігіні. Герсорг және де фунт бойынша трейдтарды мен жинадым. Так, мына бізде 5 емес. 5 күні мен трейд ашпадым, ол 4 күні болды. И end trade тоже 4 күні. Все. Так, келесі трейд ол менде 4 күнгі трейдтар. Давайте қарастырайық. Так, бірінші трейд ол менде 4 күні Герсорг бойынша алынды. Так, өтейік. Вот, Герсорг бойынша неге мен лонг жинаймын деп шештім. Вот баға келді, тейкпен, так, вход, 2 трейд алдым, тейкпен жабылды успешно. Давайте қарастырайық. Енді бұның логикасы менде алдыңғы трейдтардағыдай баға не істейді? Келеді де сол жақтан бізде ликвидностьті шешіп алады. Так, давайте мына жерде шешті деп есептейік. Ликвидностьті шешеді. Шешкеннен кейін біз мына жақтан не істейміз? Имбалансты толтырамыз. Содан кейін дальше лонгқа закреп береміз. Закреплениядан кейін бізде Нью-Йоркта то же самое ликвидность шешеді. Жоғары қарай закрепление беріледі. Берілгеннен кейін осы движенияны дальше жалғастыру үшін мен жоғары аштым. Енді қарайын не үшін дальше жоғары қарастырдым, себебі мына жерде айтуларыңыз мүмкін, да, имбаланстар бар деп. Осы имбаланстан реакция беруі мүмкін. Неге имбаланстың, допустим, мына максимумға қоймадым деп. Себебі біз қарайық, бізде үстінде тоже имбаланс бар, және де оған баруына мүмкін еді. Теориялық тұрғыда, Енді қарайық, бізде мынау ликвидность шешіп закрепление берді, значит бұл бізде шорт структура, дұрыс қой. И потом біз аламыз, вот, премиум дискаунтты сататын болсақ, бізде енді көп жағдайда мынандай агрессивный движениеден кейін баға бізде премиумға барып, содан кейін ғана реакциясын беріп жатады. Негізі, по идее, даже до конца премиумға дейін 0,5-тен жоғары take profit қоюға болатын еді, бірақ мен өзім осы жерден фулфилдан шығамын деп шешім қабылдадым. Атак негізі осы имбалансқа дейін де апарып тартуға болатын еді. Жалпы осындай трейд болды. Так, давайте енді стоп-лосс бойынша айтып өтейін, неге осы жерге қойдым деген секілді. Так, бірінші трейдта менде стоп-лосс мына жерде болды. Оны мен Франкфурт ашылған кезде мына имбалансты толтырғаннан кейін сразу кірдім позицияға. А екінші трейд менде уже Лондон ашылғаннан кейін на продолжение движения кірдім. Енді бірінші Франкфурттың реакциясын көрдім, не істейтін, не істегісі келіп тұр деген секілді. Потом Лондон ашылды, ашылғанда екі бірдей equal high'стар қалдырды. Қалдырғаннан кейін уже менде жоғары қарай шығатыны уже түсініктірек бола бастады. Содан кейін мен алдында мына жерге түскен кезде коррекция бергенде маркетпен лонг деп басып стоп-лоссты мына так Азияның минимумына қойдым. Неге Азияның минимумы? Себебі ол бізде имбалансты фулфил жасап толтырып тұрған
минимум. И ол көбінесе не болады, көбінесе ол бізде безопасный зона ретінде қарастыруға болады. Бір трейд былай алынды, ол Франкфуртта себебі баға не істеуі мүмкін, Лондон келіп мынаны шешіп алып кетіп қалуы да мүмкін еді. Өзіме қатты уверен болған жоқ. Ал мына жерде уже уверенность келе бастады, и уверенностьпен лонгқа қарай позиция алдым и стоп-лосты Азияның минимумына қойдым. Әдемі орындалған трейд, маған өте қатты жақсы болды. Так, енді келесі менде алтын бойынша ашылған трейд, ол менде так low risk алынды, себебі алтынның волатильностін соңғы уақытта білеміз қалай болып жүр, иә. Мынандай трейд болды, вот осындай ашылған. Және де осының логикасын қарайық. Так, вот на трейд осылай алынды. Бұл позицияны мен 15 минуттық таймфреймда жинаған болатынмын. Так, енді бұның основной негізгі факторларының бірі, біз қарайтын болсақ, баға не істеген, previous low'ды шешкен, потом енді бір сағатқа қарасақ, бір сағат бізде свиппен жабылған өте әдемі. Содан кейін бізде Франкфурт ашылады, Франкфурт мына жақтың ликвидностін шешеді, менің моделімді сызып береді. Содан кейін мына жерде жүреді, агрессивный имбаланс қалдырады, және мен осы имбаланстың толуынан позицияға кірген болатым. Так, және де позициядан шықтым, мен мына жерде позициямды жауып тастаған болатымын. Так, давайте вот осы аралықта позицияны шықтым. Неге бұл жерде позициядан шықты десеңіздер, себебі мына жерде новость болды, 17-15 ADP non-farm деген. И, в общем, осы новостьтан реакциясын көрдім де, сразу бірден осы жерден шығып кетемін деп шештім. Плюс, біз осы уақытта 4 сағаттық имбаланстың ішінде болған едік. То есть, 4 сағаттық имбаланстың ішінде болдық, и бұл имбаланстан баға, возможно, разворот істей кетуі мүмкін еді, бірақ баға енді агрессивный трендта болғандықтан оған шанс аз болды, бірақ оған бәрібірде мүмкіндік шанс болды. Сондықтан мен сол жерде шығып кетемін деп шешім қабылдадым. Так, енді қарайық, мен бұның жүру барысында мына жерден закрепление бергеннен кейін мен бұл жерге безбуды қойып тастадым, как бы уже спокойно дальше отыра беруге болады деген информация секілді болды. Жалпы осындай трейд болды, жауып тастағаныма ешқандай өкінбеймін. Так, келесі трейд қарайық. Келесі трейд менде фунт бойынша болды, ол менде 4 күні ашылды. Вот бұл менде енді безубытықпен жабылған трейд, то есть мына трейд болды. Неге бұл трейдті аштым? Қарастырайық. Неге мен шортқа қарай ашылдым? Себебі бірінші фактор ол бізде мына тұрған агрессивный движение, то есть біз келдік, имбаланстың ішіндеміз. Так, екінші фактор, біз previously high'ды шештік, шешкеннен кейін, так, наны жүресілайын, шешкеннен кейін біз не істедік, мына жерде тұрған имбалансқа ешқандай реакция көрсеткен жоқпыз, то есть спокойно тесіп өте салдық. Так, имбаланс тесіп өте салғаннан кейін бізде мынарада не болды? Мынарада бізде тағы да бір имбаланс пайда болды, то есть продавецтардың күшін көрсететін имбалансты көрдім. Және осыны көрген соң мен осы жерден маркетпен бірден имбалансқа келген кезде позицияны аштым. Содан кейін баға келді, және де мен жаңалықтың өзінде де бұл жерде позицияда отырдым, бірақ жаңалық мені стоп-лоссымды шешіп кетпеді. Көрдім, реакциясын көрдім, жаңалықтың реакциясы позитивный. Содан кейін мына жерге келген кезде тағы да бір жаңалық болды, IZM деген. И осы жаңалықтың алдында мен уже 18.55-те позициямды жауып тастадым толығымен, и бұл жерде уже почти безубыток ретінде есептеуге болады. Так, негізі до конца отыруға болушы еді, бірақ нәтижесін көріп отырмыз. Егер до конца отыратын болсам, мен істеушем қазір мынау секілді движениедан, в общем, либо по-любому бәрібірде безубыток болушы еді. Жалпы енді осындай апта болды, жалпы аптаға ризамын, иә. Және де апта, енді басында стоп-лосстар болды, ол нормально деп ойлаймын, бірақ соңын өте әдемі жаба алдым. Енді егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийға қоясыздар. Ал бүгін менің сауда жасамаған себебім, бүгін 5 мысалы, бірақ бүгін бізде не? Бүгін бізде non-farm бар, қазір 5 минуттан кейін ашылады. Сондықтан non-farm болғандықтан, плюс график непонятно өсіп жатыр, және де бұл кварталдың алғашқы non-farm, сондықтан бұл күні мен ешқандай сауда жасамаймын деп өзіме шешім қабылдадым.
Так, давайте қазір 4 минуттан кейін болады, мен видеоны паузаға қояйын, содан кейін бірге нон-фармды тамашалайтын боламыз. Так, достар, қазір 30 секундтан кейін нон-фарм бойынша жаңалық шығады. Енді өзімнің ойымды айтайын, енді нон-фарм кезінде жалпы нон-фарм болатын күндері обычно баға ликвидностьті туда-сюда жинайды. И сол күндері желательно сауда жасамаған дұрыс. Және де мен бүгін ешқандай сауда жасамадым. Тупо бүгін бақылау күні болды. Және де бұл күні ұйықтаған көбірек пайдалы болады, иә, чем трейд жасағаннан қарағанда. Енді қазір нәтижесі қалай болады көрейік, маған интересно. Так, жоғары қарай өсті, алтын тоже өсіп жатыр. Так, гер 40 движение. Так, шортқа қарай кетіп жатыр, скорее всего. Так, ну, жалпы осындай күн болып жатыр, иә. Так, мен де егер де мен мына трейдинді мысалы до конца күтетін болсам, тейкпен жабушы едім, иә. Мынау бізде, мен ойымша, скорее всего, қазір откат береді, имбаланс толығымен толтырды, так, ликвидностьті шешіп алды. И дальше төмен қарай, мен ойымша, мына жақтарға құлай беруге болады деп ойлаймын. Так, жалпы осы, новость күндері, особенно нон-фарм күндері, сауда жасап мүлдем керек емес. Енді сіздерден болған Нұралы крипто. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қоясыздар, каналға жазыла кетіңіздер. Бірге разборларда кездескенше.